Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы шығарылымда сіздерге «Как приручить дракона» мультфильмін қысқаша айтып беретін болам. Достар, видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетейікші. Бұл сіздер үшін 1 секунд, ал мен үшін 100 000 оқырманға алып баратын жол. Мы их совсем не знаем. Не нужно их убивать. 15 жастағы Икинг есімді жасөспірім викинг басқа викингтерге дене күші де, айдаһарды өлтіру қабілеті де ұқсамады. Алайда ол айдаһарлардың бірін өлтірсе, өмірінің жақсаратынына сенімді. Бір күні түнде айдаһарлар ауылға тағы бір шабуыл жасайды. Бала Стойк деген әкесін тыңдамай ауылды қорғауға қатысты. Осылайша ол қару-жарақ қоймасына да келді. Бірақ та қойманың басшысы Плевак оған қару-жарақ бермеді. Өйткені ол өте кішкентай және сенің айдаһарға күшің жетпейді дейді. Осыдан кейін айдаһарлардың ең қауіптісі түнгі қаһар деген айдаһар ауылға шабуыл жасайды. Бала айдаһарды өлтіру үшін ауылдың шетіне шықты және атқан оғы да түнгі қаһарға дәл тиді. Осылайша айдаһар ауылдың шетіне құлады. Икинг айдаһарға дәл тигізімде қуанып тұрғанда, басқа айдаһар келіп оған шабуыл жасайды. Баланың қуанышына орай дәл осы кезде әкесі келді және айдаһармен алысып, оны жеңіп тастады. Осы жердегі тайпа көсемі Икингтің әкесі Стойк еді және ол жиналыс жасап, айдаһарлардың ұясын тауып, оны жойып жіберейік дейді. Дәл осы уақытта Икинг түнгі қаһарды іздеп жүр және орманда оны тауып алады. Алайда дәрменсіз жануарды өлтіруге оның батылы бармады, немесе оны аяп кетті десе де болады. Икинг арқанды кесу арқылы айдаһарды босатты. Бірақ та айдаһар балаға шабуыл жасап, ешқандай зиян келтірместен ағаштың артына жасырынады. Осыдан кейін Икинг түнделетіп үйіне келді, ал әкесі оған жаттығуға баруың керек дейді. Алайда Икинг айдаһарларды өлтіргісі келмейді, бірақ сонда да жаттығуға баруға мәжбүр. Келесі күні жаттығу жасауға Икингпен бірге басқа да балалар келді. Олардың есімдері Астрид, Смаркала, Забьяка, Задирака және Арбенок. Жаттығудағы бірінші айдаһар Громел. Жаттығудың соңында Астрид пен Икинг қана қалды, ал қалғандары жаттығудан шығып кетті. Айдаһар балаға шабуыл жасайды. Икинг сәл болмағанда отқа жанып кете жаздады. Бірақ та Плевак оны құтқарып қалды. Осыдан кейін бала түнгі қаһарды іздеуге шықты және айдаһар сол күні не үшін мені өлтірмеді деп өз-өзіне сұрақ қояды. Икинг жартаста жасырылған аңғардан түнгі қаһарды тапты және құлау кезінде құйрық жарақатына байланысты айдаһар өздігінен ұша алмай жүр екен. Айдаһар баланы байқап қойды, бірақ та ештеңе істемейді. Осыдан кейін Плевака балаға айдаһар туралы кітап береді. Бала кітапты оқығанда барлық айдаһар туралы ақпарат бар, бірақ та түнгі қаһар туралы ештеңе жазылмаған екен. Икингтің әкесі Стойк адамдарды ертіп, айдаһарлар ұясын іздеуге кетті. Жаттығудың екінші күні басталды. Балалардың бүгінгі қарсыласы Змейник деген айдаһар. Айдаһардың шабуылынан Астрид пен Икинг сәл болмағанда өліп кете жаздады және Астрид барлығына Икингті кінәлауда. Келесі күні бала түнгі қаһарға балықтармен келді. Икинг балықтарын айдаһарға береді және айдаһар аузын ашып тұрған кезде оның аузында тісі жоқ сияқты көрінді. Негізінде оның тісі жағының астына жасырылған. Сол үшін де бала айдаһарға Беззубик деп ат қояды, яғни тісі жоқ деген мағынада. Сонда Беззубик өзінің тамағын баламен бөліскісі келді және бала не істесе де соны қайталайды. Икинг айдаһарға қолын соза бергенде ол ұшып кетті. Осыдан кейін бала жерге Беззубиктің суретін салып жатады, ал оны артында білдіртпей айдаһар қарап тұр. Сонда айдаһар баламен ойнағысы келіп, кішкентай сызық сызады. Ойынның шарты сызықтан шығып кетпеу. Ойынның соңында бала айдаһарға тағы да қолын созады. Осылайша екеуінің арасында достық пайда болды. Осыдан кейін бала айдаһар ұша алу үшін құйрығының жартысын жасап бергісі келді. Ал келесі күні бала жасаған нәрсесін айдаһардың құйрығына орнатады. Беззубик аспанға ұшты, бірақ та құйрықты басқаратын құрылғы болмағасын қайтадан жерге құлайды. Осыдан кейін жаттығудың үшінші күні басталды. Бұл жолы қарсылас Пристеголовый деген айдаһар. Бала айдаһарды жылан-балықтың көмегімен жеңіп кетті. Себебі осыдан бұрын Беззубик те жылан-балықтан қорыққан болатын. Сол үшін де басқа да айдаһарлар жылан-балықтан қорқады екен. Баланың жеңіп кеткенін көргенде барлығы қатты таңғалды. Ал жаттығудан кейін бала айдаһардың үстінде ұшу үшін ертоқым жасайды. Енді айдаһармен ұшу да оның қолынан келді, бірақ та ұзаққа созылмады. Себебі Беззубик шөптен де қорқады екен. Шөптің көмегімен Икинг Громелді де жеңіп кетті. Осыдан кейін баланың аты шыға бастады. Барлығы одан қалай жеңдің деп сұрайды. Ал Икинг болса неше түрлі сылтауларды айтып, сұрақтан қаша береді. Осылайша Икинг Беззубикті зерттей берді. Соның арқасында жаттығудағы басқа да айдаһарлардың барлығын жеңіп шықты. Ал Астрид Икингқа сенбей, одан күдіктеніп жүр. Осыдан кейін Стойк келді, бірақ та айдаһардың ұясын таппаған екен. Және де баласының ауылдағы ең танымал адам екенін естіп қуанады. Осы уақытта бала Беззубикпен алғашқы ұшу сәтін тексеріп көрді және айдаһарлардың басқалар ойлағандай қауіпті емес екенін түсінді.
Ал кешкісін әкесі келіп, қуанғаннан балаға бас киімін сыйлайды. Келесі күні Икинг барлық адамның көзінше айдаһарды жеңіп тастады, және ауылдағы қарт адам айдаһарды өлтіру үшін Икингті таңдайды. Жаттығудан соң бала Беззубикқа келді. Алайда бұл жерде оны Астрид күтіп тұр екен. Сонда Беззубик қызға шабуыл жасағанда бала екеуінің арасына араша болды. Ал кейін Астридке барлығын түсіндіреді. Осылайша айдаһардың үстіне шығып, қызға ұшу сәтінің сұлулығын көрсетті. Осыдан кейін қастарынан 10 шақты айдаһардың ұшып жүргенін көреді. Олармен еріп жүре бергенде бір апанға барлығының тамақтарды келіп тастап жатқанын көреді. Бірақ өздері жемейді екен. Сонда апанның астынан барлығынан да ең үлкен айдаһарды көреді. Үлкен айдаһар балаларды байқап шабуыл жасайды, бірақ та олар қашып кетті. Балалар енді түсінді, басқа айдаһардың барлығы үлкен айдаһарды тойдыру үшін тамақ ұрлайды екен. Бірақ та Икинг бұл ақпаратты әкесіне айтқысы келмеді. Себебі айтатын болса, Беззубикті өлтіріп тастауы мүмкін. Дәл осы кезде Астрид ойламаған жерден баланы сүйіп алды. Чего ты уставился? Тұтқындағы айдаһарды өлтіретін уақыт келді. Сонда Астрид баладан не істейсің деп сұрайды. Ал Икинг болса, барлығын өзгерту керек дейді. Осылайша айдаһарды босатты. Ал қорқынышты айдаһар болса, Икингке шабуылдауда. Сонда бала қару-жарақтарын тастап, мен басқалар сияқты емеспін дейді. Және де барлығына айдаһарлардың қауіпті емес екенін көрсеткісі келді. Осы кезде әкесі қоршауды ұрып жібереді. Соның кесірінен айдаһар қорқып Икингке шабуылдайды. Ал Беззубик Икингтің шыңғырған дауысын естіп, көмектесуге ұмтылды. Осылайша баланы да құтқарады, бірақ та өзі қолға түсіп қалды. Осыдан кейін Икинг пен әкесінің арасында ұрыс басталды. Және әңгіме арасында абайсыздан айдаһарлардың үңгірі туралы айтып қойды. Сонда әкесі үңгірді тауып, ол жерді құртқысы келді. Икинг жүзіп бара жатқан кемелерді көріп тұр, бірақ та ештеңе жасай алмайды. Астрид жігіттен не үшін айдаһарды өлтірмедің деп сұрайды. Сонда Икинг айдаһарға қарағанда өзімді көргендей болдым дейді. Астрид Икингті қолдайтынын айтты. Сонда жігіт айдаһарлар үңгіріне бару үшін басқа айдаһарларды қолданайық дейді. Осы уақытта викингтер айдаһарлар үңгіріне келді және екі ортада тұрған қабырғаны қиратады. Сонда үңгірден мыңдаған айдаһар шықты және адамдарға қарамастан жай ғана ұшып кетті. Бұны көрген адамдар шайқассыз жеңіп кеттік деп қуанып тұр. Сонда үңгірдің ішінен қызыл ажал деп аталатын ең үлкен айдаһар шықты. Қызыл ажал Стойкті өлтіруге кішкене қалды, бірақ та айдаһар мінген балалар оны алаңдатып жіберді. Бала суға батып бара жатқан Беззубикті құтқарғысы келді, бірақ та қолынан келмеді. Сонда Стойк баласы мен Беззубикті да құтқарып қалды. Енді Икинг пен Беззубик екеуі қызыл ажалға шабуыл жасады және аузымен бір от шашқанда орнынан құлатып түсірді. Алайда үлкен айдаһар орнынан тұрып, басты кейіпкерлерді қуа жөнелді. Сонда Беззубик аспандағы қара бұлттардың арасына алып барып, үлкен айдаһарды жан-жағынан атқылай бастады. Ал кейін үлкен айдаһар аузымен от шығарайын деп жатқанда, Беззубик оның аузынан атады. Соның арқасында қызыл ажал өзінің отына өзі өртеніп кетті. Ал Беззубик бұл оттан қашып бара жатқанда, жігіт отқа түсіп кетеді. Сонда Беззубик жігіттің ізінен отқа түсіп, оны құтқарып қалды. Біраз уақыттан соң Икинг есін жиды. Өкінішке орай бір аяғынан айырылып қалған екен. Ал бала далаға шыққанда викингтер мен айдаһарлардың бірге өмір сүріп жатқанын көреді. Әкесі де баласын көріп қуанып тұр. Ал Астрид Икингті тағы да сүйіп алды. Осылайша мультфильм соңына жетті. Достар, егер видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейікші. Осы мультфильм жайында өз пікіріңізді қалдырыңыз. Ал келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қой. Әзірге аман сау болыңдар достар.